Сәлем достар. Бүгін міне керемет біздің қазақтың бір тағамын жасадым. Қазіргі таңда бар ғой, бұны көп жасай бермейді. Ұмытылып бара жатқан тағамның бірі әсіп. Енді бір дәмі деген сондай бір керемет болды. Сол осы әсіпті қалай жасауды сіздермен бірге мен бүгін бөліскім келіп отыр. Ол үшін менің видеомды басынан бастап соңына дейін көріңіздер. Негізі бұл біздің қазақтың ұмытылып атқан тағамының бірі. Бұрынғы кезде өздеріңіз білесіздер, біздің ата-бабаларымыз үнемі осы әсіпті жасап жеген. Өйткені бұның адам ағзасына өте пайдалы. Міне достар, бұл әсіпке не керек десеңші. Мұны бауыр, үш май, чеснок, пияз, сосын кейін бұрыштарын сала береміз. Онда көрсетем қазір. Мұнан бәрін бірінші ет тартқыштан тартып аламыз барлығын. Міне достар, сосын бұл неге ет тартқыштан бәрін өткізіп аламыз ғой. Сосын кейін мына күрішті жуып алып, бұрқ еткізіп бір қайнатып жібереміз да, сол неге фаршымызға осы күрішті де қосамыз әсіп жасау үшін. Міне достар, бауырымызды, майымызды ет тартқыштан өткізіп алдық. Тұз, бұрыштарымыздың бәрін салдық. Міне көрініп тұр өз бетінде. Қазір бәрін араластырамыз. Мына күрішімізді де кішкене болса да бүйтіп пісіріп алдық. И мынау шегіміз қазір салатын. Мінекей. Енді қазір араластырамыз бәрін күрішімізбен. Міне достар, күрішінің бәрін араластырдық. Күрішін енді міне шегіне қазір саламыз. Через воронка. Осы алып дайындаймыз. Бізде үйде мынандай кішкентай воронка болмай қапты. Мына не қылдық та, бұлай кесіп, енді мынаған салып отырамыз. Осыған қазір мен сіздерге салып болған соң көрсетем. Мына салып атқан шекке осы фаршын саламыз қазір. Шектің ішіне осы фарштардың бәрін салып аласын осылай. Мінекей, әсібіміз қайнап жатыр. Әдемелеп, күшті болып қайнап жатыр.